Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Назарбаев талан-таражға салған ірі зауыттың мүлкі мемлекетке қайтты, бірақ бір кілтипан бар. Алматыдағы ауыр машина жасау зауытының бұрын Болаттың ықпалында болған активтері мемлекетке қайтып жатыр. Бас прокуратураның хабарлауынша, кәсіпорынға тиесілі 37 гектар жер мен жалпы ауданы 80 мың шаршы метрге жуық 94 ғимарат заңсыз сатылған. Прокуратура өкілдері осы мәмілелерді анықтап, оларды жарамсыз деп тану жөнінде сотқа талап арыз берген. Сот олардың уәжін құптаған екен, шешімді апелляцияда күшінде қалдырған. Ауыр машина жасау зауытының үлестері талайдан бері дау тудырып келеді. Жоғарғы сот 2023 жылдың наурызында Болат Назарбаевқа зауыттың 31,9% акциясын мемлекетке қайтаруды міндеттеген. Бірақ бір нюанс бар. Орда порталының мәліметі бойынша зауыттың 50% акциясына әліге дейін Болаттың ұлы Нұрбол иелік етеді. 2007 жылы зауыттың 86% акциясын сатып алған сантехник 2010 жылы осының 50%-ын ұлының атына жаздырып қойған. Ең қызығы, сол компания құрылтайшыларына қатысты мәлімет ресми тіркеу базасында, яғни егов қызметінде жоқ болып шықты.